Сен зомбилер тек кинода болады деп ойлайсың ба? Жануарлар әлемінде миллиондаған жылдар бойы бір ағза екінші ағзаның санасын толықтай бақылап, оны өлімге айдайтын сұмдық процесстер жүріп жатыр. Бүгін біз табиғаттағы ең қорқынышты 10 нағыз зомби паразит туралы айтамыз. Токсоплазма. Бұл паразит негізінен мысықтардың ішінде өмір сүреді, бірақ аралық қожайын ретінде тышқандарды пайдаланады. Токсоплазма тышқанның миына кіріп, оның мінез-құлқын хирургиялық дәлдікпен өзгертеді. Тышқан мысық иісінен қорықпайтын болады, керісінше сол иіске тартылады. Бұл паразитке өте тиімді. Себебі мысық тышқанды жегенде паразит өз мақсатына жетеді. Ең сорақысы, бұл паразит адамға да жұғады және кейде шизофренияға әкелуі мүмкін. Сондықтан мысықтарды бетінен сүйе беруді қойыңыз. Кардицепс саңырауқұлағы. Танымал The Last of Us ойынын жасаушылар осыдан шабыт алған. Өмірде бұл саңырауқұлақ құмырсқаның денесіне тыныс алу жолдары арқылы кіріп, жұмсақ тіндермен қоректенеді. Көбею уақыты келгенде, ол құмырсқаның миын басқарып, оны ең биік өсімдіктің төбесіне шығарады. Құмырсқа жапыраққа жабысып өлген соң, саңырауқұлақ оның басын жарып, өсіп шығады да, өз спораларын төмендегі басқа құмырсқаларға шашады. Карпозуб тұқымды балығының паразиті. Бұл паразит құстардың ішінде өмір сүруді армандайды. Сондықтан су түбінде жүріп, карпозуб тұқымды балықтардың желбезегі арқылы оның миына өтеді. Паразит балықтың денесін толық бақылауға алып, оны су бетіне шығуға және оғаш қимылдар жасап, құстардың назарын аударуға мәжбүрлейді. Зерттеулер бойынша, мұндай зомби балықтардың құсқа жем болу ықтималдығы кәдімгі балықтардан 30 есе жоғары. Қылқұрт. Ол шегірткенің денесінде өседі, бірақ жұмыртқа салу үшін оған су керек. Жәндіктің басында отырып алып, оны су іздеуге мәжбүрлейді. Сосын суды көргенде жәндікке тікелей суицид жасады, суға секіртеді. Шегіртке суға батқан сәтте құрт оның денесін жарып шығады. Жәндік өледі, ал құрт суда рахаттанып жүзіп кетеді. Изумруд арасы. Изумруд арасы нағыз залым. Ол тарақанды 2 рет шағады. Бірінші шаққанда тарақанның қарсылық көрсету күшін жояды, ал екінші рет дәл миына у жібереді. Бұл у тарақанның өзін-өзі қорғау инстинктін өшіреді. Ара тым кішкентай болғандықтан тарақанды көтеріп ұша алмайды. Сондықтан оны мұртынан ұстап, бейне бір итті жетектегендей өз ініне айдап әкеледі. Сосын оның ішіне жұмыртқа салып, інді бекітіп тастайды. Дернәсілдер тірі тарақанды тірідей жеп өседі. Шабандоз аралар. Аналық ара жұмыртқаларын жас жұлдызқұрттың денесінің ішіне салады. Дернәсілдер өсіп, жұлдызқұрттың ішін жеп, сыртқа шығады да жапыраққа жабысып, кокон түседі. Дернәсіл жұлдызқұрттың миында қалып, оны басқарады. Әлі тірі жұлдызқұрт ешқайда кетпей, сол кокон үстінен иіліп тұрып, оларды басқа жыртқыштардан қорғайтын зомби оққағарға айналады. Аралар коконнан шыққанда ғана жұлдызқұрт өледі. Өрмекші шабандозы. Тағы бір шабандоз ара түрі өрмекшілерді нысанаға алады. Ара өрмекшіні салдандырып, оның арқасына жұмыртқа салады. Дернәсіл өрмекшінің қанын сорып өседі. Ал қолдану уақыты келгенде, өрмекшінің миына арнайы химикат жібереді. Өрмекші өмірінде ешқашан тоқымаған, өте берік, жаңбыр мен желге төтеп беретін ерекше тор тоқи бастайды. Тор біткен соң, паразит өрмекшіні өлтіріп, соңғы қанын сорады да, сол дайын берік тордың ішінде коконға айналады. Лейкохлоридий паразит құрты. Бұл құрттың жұмыртқалары құстың саңырағында болады. Оны ұлулар жейді. Ұлудың ішінде өскен паразит оның көздеріне өтіп, оны үлкен, жасыл жолақты құртқа ұқсас етіп өзгертеді. Және ол тоқтаусыз бүлкілдеп тұрады. Сосын ұлуды қараңғыдан қорықпай, ағаштың ең биік, ашық жеріне шығуға мәжбүрлейді. Құстар бұл бүлкілдеп тұрған көзді кәдімгі құрт деп ойлап,
ұлуды шоқып жейді. Осылайша цикл қайталанады. Бередовирус. Жәндіктер арасында жыныстық жолмен таралатын бередовирус. Бұл вирус жәндіктің, мысалы шегірткенің, денесіне кірген соң, оның ми белсенділігін түбегейлі өзгертеді. Жәндік өлместен бұрын, оның бойында жабайы, шектен тыс шағылысу, көбею құштарлығы пайда болады. Ол ауру екеніне қарамастан жан-жағындағы барлық жәндіктермен шағылысуға тырысады. Осылайша вирус өзін максималды түрде жан-жаққа таратады. Сакулина моллюскасы. Аналық дернәсіл шаянның буыны арқылы ішіне кіріп, оның бүкіл ас қорыту және жүйке жүйесін тамыр секілді торлап алады. Уақыт өте келе шаянның сыртына паразиттің үлкен қапшығы шығады. Бұл паразит шаянды түлеу және өз ұрпағын өрбіту қабілетінен айырады. Шаян бұл жат ағзаны өзінің төлі ретінде қабылдап, паразиттің жұмыртқаларын бағып-қағып, тазалап, қорғай бастайды. Тіпті еркек шаяндардың да гормондары бұзылып, аналық сияқты әрекет етеді. Міне достар, бұл кино емес. Біз өмір сүріп жатқан планетадағы нағыз шынайы өмір. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, достарыңмен бөліс және арнаңызға жазыл.